Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай нәзік, бір жасағаннан шығатын сметаник рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, жұмыртқа, шекер және де сары май қажет болады. Ұнымыз бен қопсытқышымызды осылай електен өткіземіз. Оның үстіне бөлме температурасындағы ерітілген сары майымызды қосамыз. Осы орайда айта кетейін, майыңыздың майлылығы өте жоғары болған дұрыс, 82 немесе 72%. Закрама немесе президент майын қолдануға кеңес беремін. Себебі майлылығы жоғары маймен қамырымыз өте дәмді әрі нәзік болып піседі. Осылай қолымыздың көмегімен осындай крошка дайындаймыз. Крошкамыз дайын болған соң үстіне шекер салып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттерімді видеоның астына толық жазып кетемін. Дайын болған крошкамыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, қолымыздың көмегімен барлық крошканы біріктіріп, қамыр дайындаймыз. Осы орайда айта кетейін, қамырды ұзақ дайындамауға кеңес беремін. Өйткені құрамында сары май болғандықтан, қолыңыздың жылылығынан май еріп, қамырыңыз жабысқақ болып шығады. Біріккеннен кейін тез басып, тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоюға кеңес беремін. Енді формамызды дайындаймыз. Мен осындай үлкен 4-3 формада пергамент жайып пісіремін. Сіз қалауыңызша дөңгелек форма немесе басқа да формада пісірсеңіз болады. Тоңазытқышта 30 минут тұрған қамырымызды осылай формамызға жайғастырып шығамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына қаймақ, шекер және де жұмыртқа қажет болады. Осылай үлкен ыдысымызға қаймағымызды салып, оның үстіне шекерімізді саламыз және де 4 жұмыртқамызды жарып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Кейде құрбыларым айтып жатады, сметанигімнің ортасы ағып кетеді, формасын ұстамайды деп. Ондай жағдайда сізге 2 ас қасық кукурузный крахмал салуға кеңес берер едім. Өйткені кукурузный крахмал қаймақтың формасын ұстауға өте жақсы әсерін тигізеді. Осылай дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне салып, 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды, жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығатын пирог өте дәмді, нәзік болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды сұраймын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өйткені мен сіздермен оңай әрі тез дайындалатын рецепттермен бөлісуге дайынмын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.